айдан келген адам. Австралияға жақын жерде Жаңа Гвинея деген үлкен арал бар. 1871 жылы аралға Витязь кемесі жүзіп келді. Осы кемеден жағалауға тамаша ғалым әрі батыр адам Николай Николаевич Миклуха Маклай келіп түсті. Ол аралда қалып жергілікті тұрғындар папуастармен бірге тұрды. Ол папуастардан қорққан жоқ. Оларға ешқандай қарусыз келіп кетіп жүрді. Өге қажетті заттарды сыйға беріп, олардың тілін өрене бастады. Ал папуастар оған жеміс-жидектер, жаңғақтар әкелетін, бірақ жылдам қайтуға тырысты, себебі оған сенбеді. Уақыт өтіп жатты. Папуастардың өзіне үйренгенін, өзінен қорқытпайтынын Миклуха Маклай шыдамдылықпен күтті. Ол барлығын зерттеуді жалғастырды, айналадағының бәрін зерттеді. Папуастар тілінің сөздігін құрастырды. Олардың дәстүрін түсінуге тырысты. Өсімдіктер коллекцияның жинады, ормандарын алыс түкпірін аралады. Ұзақ және қауіпті сапарлардан өге аман есен оралып жүргеніне өзі де кейде таңғалып жүрді. Миклуха Маклайдың жақсы адам екендігін ақыры папуастарда түсінді, оны өздерінің досы ретінде таныды. Ғалым олардың тіліне сөйлесуді үйренген кезде жердің үлкен екендігін, үлкен болып көрінген олардың аралының кішкентай екенін түсіндіре бастады. Ол өзінің алыс елден келгені туралы әңгімеледі. Олар Миклуха Маклай елінің қайда екендігін сұрағанда, ол алыс, өте алыс мұнда деп қолымен солтүстік жақта көрсетті. Ал папуастар Миклуха Маклайда айдан ұшып келді деп шешті. Олар оны айдан келген адам деп атай бастады. Жыл өтті. Бірде аралға үлкен кеме жүзіп келді. Кемедегі адамдар Миклуха Маклайда тірі деп ойламады. Ал оны көрген кезде бәрі қуаныштан ура деп айғайлады. Миклуха Маклай де осы кездесуге қатты қуанды. Ол өзінің коннекцияларын, хаттарын отанына беріп жіберіп, өзі осында қалуды шешті, бірақ содан кейін қайтуға келісті. Ал папуастар оның аралда қалада өтінді, оның ешқайда кетпеуін өтінді. Ол аралға тағы да келуге уәде берді. Өзінің уәдесі орындап, араларға өзінің достарына үш рет келді. Қазіргі кезде Жаңа Гвинея аралының бір жағалауын Махалай жағалауы деп атайды. Арал тұрғандары Миклуха Маклайда ұмытқан жоқ. Ол туралы аңыздарда әңгімелейді.